Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен кремінде сливки жоқ, майы жоқ фруктовый тортты дайындайтын боламыз. Бұл торттың жасау жолы өте оңай әрі дәрументерге бай. Ал ендеше бастайық. Біз ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен массамыз 2 есе ұлғайғанша жақсылап араластырамыз. Массамыз ұлғайғаннан кейін ұнымызды 2 бөлікке бөліп, лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Дайын болған массамызды 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскеннен кейін оны суытып алуды ұмытпаймыз. Суығаннан кейін мінекей мен сияқты бисквитімізді бөліп майдалап турап аламыз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Кремге бізге қаймақ қажет. Менде мұнда қаймақ 700 грамм қаймағымызды алып, үстіне қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді осы кремімізге бізге желатинді араластыру керек. Кішкене ыдысқа креммен құйып аламыз. Және сол кремге еріген желатинімізді құямыз. Желатиніміз қалған кремде жақсы араласып кету үшін осылай кішірек ыдысқа жақсылап араластырып алып, кейін қалған кремге біріктіріп араластырамыз. Сол кезде желатиніміз қаймақпен жақсы бірігеді. Жақсылап араластырып, соңында миксердің көмегімен тағы да араластырып жібереміз. Енді ыдысымызға пищевая пленкамызды төсеп, осылай мінекей жемістерді жинаймыз. Жемістерді осылай қойып шығамыз. Мен сияқты жемістерді қолдансаңыздар болады, болмаса өзіңіз ұнаған жемістерден қолдансаңыздар болады. Менде мұнда клубника, киви, банан және жүзім. Осы видео сіздерге ұнаса, мен каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен әлі алда көптеген жақсы рецептермен бөлісемін. Мінекей енді осы жемістеріміз үстіне кремімізді жағып шығамыз. Бисквитімізді қойып шығамыз үстіне. Арасына тағы да жемістер саламыз. Енді соңына дейін тортымызды дәл осылай жинап шығамыз. Бұл торт өте жеңіл торт, әрі ішінде жемістер көп болғандықтан өзіңізге де, отбасыңызға да өте пайдалы. Бұл торт менің отбасымның сүйікті торттарының бірі, әсіресе балаларыма қатты ұнайды.
тортымызды жинап болғаннан кейін тортымызды холодильникке 7 сағатқа қоямыз. Сол кезде креміміз жемістермен, бисквиттермен бірге бірігіп қатып қалады. Енді шетіндегі қалған пищевой пленканы шетін жауып шығамыз. Неке 7 сағатымыз өтіп, тортымыз дайын болды. Өте керемет торт болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Алдында айтқандай, дәрумендерге өте бай торт, әрі жеңіл, сливкисіз, майсыз дайындалатын торт. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.